Денсаулық сақтау министрлігі коронавирустан емделіп шыққан азаматтарға арнап оңалту хаттамасын қабылдады. Себебі індетті жеңіп, жазылып шыққандар өзін 3 айға дейін нашар сезінеді. Ауырғандардың көбі бойында әлсіздік бар екенін айтып отыр. Коронавирус салдарын жою үшін не істеу керек? Мамандардың кеңесін әріптесім Дариға Ташенова тыңдап қайтты. Я хочу просто самые простые показать для того, чтобы вы запомнили, могли на всякий случай делать. Дәулетхан Есімов күнде сағат таңғы 7-де саябаққа келіп, тыныс алу жаттығуларын жасайды. Коронавирус инфекциясына шалдыққанға дейінді ол денесін шынықтыруға көп көңіл бөлген. 2 апта бойы ауруханада жатқанның өзінде ол бөлменің ішінде 5 шақырым қашықтықты жүріп өтуге тырыстым дейді. У меня, я помню, были головные боли. Емделіп ауруханадан шыққанда басым қатты ауырды. Тыныс алуым қиындады. Тәбетім ашылмады. Сондықтан мен көп дәрумен қабылдадым. Далаға шығып жүрдім. Сөйтіп өз-өзімді қалыпқа келтірдім. 1 айдан кейін барып компьютерлік томография жасаттым. Сонда дәрігерлер таң қалып қалды. Өкпем толықтай қалпына келді. Барлық науқастарға төсек тартып, үйде жата бермеу керектігін айтқым келеді. Ал Мөлдір Молдағалиева бүкіл отбасымен ауырып шыққан. Ол дәрігердің нұсқаулығына сәйкес ем-дом қабылдағанын айтады. Алғашында өкпесі ауырып, иіс пен дәм сезбей қалыпты. Індеттен арылғанымен әлі күнге дейін көп терлеп тез шаршаймын дейді. Ағзасын қалпына келтіру үшін Мөлдірдің отбасы қымыз бен сорпаны жиі ішкен екен. Шілденің басынан бастап енді симптомдардың барлығы азайып, жалпы енді өзімнің денсаулығым жақсары болғанын сезгенімен, қазірдің өзіне енді жазылғанымнан бастап 2 апта өтсе де, әлі күнге дейін кейде мысалға ұйқы жеткілікті түрде қанбаса, шаршаңқылық болады, әлде кейде бір тершеңдік болады, немесе бір физикалықтың белсенді болып кетсем, тез шаршап қаламын. Белдің ауруы деген секілді әлде симптомдар, себебі мысалы өзімнің организмді әлде сезем, толықтай 100% жазылып кеттім деп айта алмаймын, әлде білінеді. Дерттен айығып шыққандар әлеуметтік желілерде өзін қалай сезініп жүргендерімен бөлісіп, бір-біріне жарыса кеңес беріп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша алаңдаудың қажеті жоқ. Мұндай белгілер 2 аптадан 3 айға дейін созылуы мүмкін. Бұл организм бұл вируспен алғаш рет кездескен соң иммунды клеткаларды түзу уақыты ұзаққа созылады. Сондықтан ең кемінде 1 айдан 3 айға дейін осы әлсіздік сақталады. Бұны иммунитеттің жұмыс жасауымен де байланыстыруға болады. Не істеу керек науқастар? Ол егер де өкпе қабынуы болған жағдайда міндетті түрде дыхательная гимнастика. Әлсіз шар үрлеу емес. Коронавируспен ауырып шыққандардың арасында үрей қорқынышқа беріліп кететіндер көп. Сондай-ақ індеттің тез таралуына байланысты күйзеліске ұшырап жатқандар да жоқ емес. Әсіресе жалғыз өмір сүретін азаматтардың жағдайы қиын. Осындай кездерде психиатрлар барынша сабыр сақтау қажеттігін айтады. Если он это признает, тогда... Егер адамның психикалық жағдайы тұрақсыз болса, көп күтпей психологтың көмегіне жүгіну керек. Өкінішке қарай, біздің елде бұл дәрігерлердің қабылдауына бару мәдениеті қалыптаспаған. Ол дұрыс емес. Коронавируспен ауырып шыққандар ашуланшақ болып қалуы мүмкін. Сезімталдығы жоғарылайды. Соны бақылап отыру қажет. Сондай-ақ маман әлеуметтік желілер қоғам психикасына кері әсер етіп отырғанын айтып кетті. Қазір түрлі парақшаларда саланы жетік меңгермеген адамдар жалған ақпарат таратып жатқан деректер аз емес. Ондай жазбаларға мән бермеу керек. Тек нағыз медицина мамандарының жариялаған мәліметтеріне сенген жөн дейді психиатр. Дариға Ташенова, Болат Абдуллин, Хабар 24.